Сәлем достар, сіздермен бірге мен Мир. Тоқа бүгін менде ауылдық келін, ауылдық өмірдің екінші сериясы. Мен үшін бүгін күшті күн, то есть қуанып тұрмын. 3 күннен кейін ба, 2 күннен кейін ба менің туған күнім. Вот. Менің туған күнім июньнің 10-ы. Если честно, бізде дым дайындық жоқ. Вот. Вот. Серияны көп созбай, серияны бастаймыз. Кеттік. Так, тұрайын, бүгін қаншада тұрыппын? Так, 11-де... Не? 11-де? Той біз бірде шығамыз да, 12... Так, кешікпейміз. Әлі уақыт бар екен. Ержан, тұр, Ержан. Аға, 5 минут. Ержан деймін, тұршы саған. Қазір 5 минут. Тұршы деймін. Ой, тұрдым, немене болды, таң атпастан оятып. Таң атсын ес. Сағат уже 11. Біз бірде шығамыз. Ойласай кішкене. Енді үргелеміз ғой. Бар да, жүгінші бар, мен кухняға бар, тамақ пісіріп қойып жүре ма? Иә. Бұл да бір таң атпастан. Жет барайын. Так, болды, менді киінейін. Бүгін не кисем болады, ойбай. Так. Бүгін қызымда апаратын күн, значит, мен бір әдем болып киініп баруым керек. Вот, мен красавчик болып тұрмын, кішкене бір фотоға түсіп алайын. Болды, енді барып тамақ ішейін. Так, мына қыз тәтті жеген ба? Чөті тәттінің жартысы жоқ. Ой, жарайды. Қызыма бүгін не пісіріп берейін, каша, ал өзімізге бірдеңе пісірем. Так, все болдым. Қыздардың тамағын мына қапар қойдым. Күйеуіміз екеуміз тамағымыз енді кеттім. Так, енді мен ана қояйын мында. Блин, бүгін қызымның настроениясы вообще жоқ болатын шығар. Конечно, енді ауылға барғысы келмейді. Оны да түсінуге болады. Бірақ әкесі де бір барат деп. Бірақ мен де айттым ғой. Ой, жарайды, көп сөйлейтін барып Софияны оятайын. Не болды, түрің бұзылып кетіпті ғой. Той Софияны уайымдап тұрмыш, оны да түсінуге болады ғой. Ой, бір айға ғана барамыз да келеміз ғой. Уайымдамасай, жарайды, мен кеттім. Шебенің, Софияны оят. Жарайды. София, қызым, тұра ғой. София. Принцесса менің тұра қойш болды. Той, анашы мен еркелеттім, мен сізге кішкентай қыз емеспін ғой. Тұрды міне. Қызым киімдерін жинай бер, сағат уже 12 болды, бірде қазір біз 1:30-да, сағат 1:30-да қазір біз ауылға барамыз, жарай ма? Жарайды. Не болды? Көңіл күйін түсіп кетті ғой. Жоқ, ештеңеге бара беріңіз. Ой, кешіріңіз қойсам, Той, ауылға вообще барым келмеймеді. Кеше ол мамалар үшін бір мен апармайтын шығар деп күшті ғып тамақ пісіріп қойсам. Бір болды, жүзегі аспады. Жарайды, енді чемоданым қайда екен менің. Вообще барым келмей тұршы. Так, мынаны кием. Кимеймін, осына. Фу. Болды, осы киімдерін киемінді косметикамды алып алуым керек. Так, все болды. Енді бір ақшам сап алайын. Ой. Все болды. Енді барып мынаны кухняға қойып қояйын. Өте өкінішті, өзімнің күшті бөлмемнен кететін болдым. Бір айға айды. Жарайды, кеттім. Той, қызым үшін көңіл күйім қатты түсіп кетші. Ой, қабырғанда не болады екен күні. Қызым ай. Жарайды, немене уайымдаймын. Қызым болдың ба? Қызым жоқ, әкел ақшама. Иә. Той, қызымның білініп тұр түрінен барғысы келмейтінін. Бірақ қазір бармаса, әкесі ол ұрсады. Жарайды, кеттім. Ал әкесі біз дайынбыз. Вот, қызың киімдерін жинап, бүткілін жинап қойдым.
Жарайсың қызым, келе ғой, отыр, төрге шық. Я, рахмет. Қызым, не болды? Көңіл күйің вообще жоқ қой. Ештеңке, жаңа бір видео көргенмін, сонан көңіл күйім түсіп кетті. Или подписчигің азайып қалды ма? Жоқ, нормально. Ақша жетпей жатса жаз, иә? Қазір мен ыдыс алып келейін. Әке, мен шынымды айтайын, мен барғым келіп тұрған жоқ ауылға. Түсініңізші мені. Қызым, қалай ұқпайсың? Біз Дубайға 1 айға барамыз, сен 1 айға шейін аштан өлесің ғой. Тем более, сенің бұл жақта қарайтын ешкім жоқ. Ал міне алып келдім. Қызым, саған айтайын, ауылға барғанда қаңғырып нетіп кетпе. Ол жақта көп орман бар, адасаң сен таба алмай қаламыз, жарай ма? И сосын үйде тыныш отыр, жарай ма? Иә, көшеге көп шықпа, қараңғыда тем более шығуға болмайды. Жарай, чайымды құяйын. Так, мінекей. Все, қызым, ала ғой шайыңды. Ас болсын, жаным сол. Иә, бұл біздің принцесса ханшайымымыз ғой. Иә, жаным сол. Жарайды, тамақтарын жеп алыңдар. Осы сағат 1:30 болайын деп қапты ғой. Иә, анашым, рахмет көп. Оқас жоқ потом мен кеттім машина айналып, то есть от алдырып нетті қыздыра берейін, жарай ма? Сөмкеңді алып кеттім, иә, қызым? Иә. Мам, келін сізге көмектесіп жіберейін. Қазір соткымды қоя тұрайын. Жоқ, қызым, керек емес. Қазір көмектесіп жіберейін. Жүріңіз. Жаным, менің жаным. Жүр, кеттік, ана жаққа барам. Иә. Қызым, болды, бәрі бітті. Енді әкеңіз звондап жатыр. Кеттік, машина от алды ғой, деймін, жүре ғой. Иә, жүріңіз. Жүре ғой.